Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде керемет бір есеп, олимпиада есебі екен. Так, бізде берілген дейді, f от x функциясы берілген, 1 бөлінген 3-тікті бір астында 1 минус x куб дейді. Және біз табуымыз керек f 95 рет қайталанғанда, және x-тің орнына 19 деген мәнді қойып, осы бір өрнек функцияның мәнін табуымыз керек. Енді біз қарайық. Бізде берілген бірінші функциямыз, мына функция берілген. f от x функциясы берілген, бір үштікті бір астында 1 минус x-тің кубы. Енді шешуін талдайық. f от x функциясы күрделі функцияны құрастырайық. Яғни x-тің орнына мен қоямын f от x функциясына. f от x сол кезде бізде пайда болатыны мына өрнек пайда болады. f 1 минус f от x-ің орнына 1 минус x кубты қойып отырмын. 1 бөлінген үштікті бір астында 1 минус x кубты. Яғни бұл жерде кубпен, мына кубтаған кезде 1-дің кубы бәрі ол 1-ге тең, және мына кубтық дәрежемен кубтық түбір жойылады, қысқарады. Қысқарған кезде бізде мынандай өрнек пайда болады. Так, осы өрнек пайда болады. Яғни біз бұл жерде ортақ бөлім бердік, қысқартырдық, және ортақ бөлім бердік 1 минус x кубтан. Және бізде алымдағы минус 1 мен плюс 1 жойылып кетті. Бізде x куб, минус x куб бөлінген 1 минус x куб шықты. Бұл жерде екі өнім минус санға көбейтіп жіберсек, бөлшектің бөлімі мен алымын минус санға көбейтіп жіберсек, және шамалы түрлендірсек, мынандай өрнек пайда болады. Бөлшектің бөлген кезде қасиеті бойынша бізде x куб минус 1 бөлінген x куб шығады. Так, минус 1-ге көбейттік, мұна 2-ің орнына басты. Содан бұны осындай түрде қалдыруға да болады, немесе шамалы түрлендіріп, x куб пен x кубты бөл жіберіп, оны x куб пен x кубты бөлсек, ол жерде 1 шығады, және минус 1 бөлінген x куб. Енді екінші функцияны таптық, бұл екінші функция деп жазып қояйық. Так, мына жерге 2 деп жазып қойын, екіншісі. Және енді үшінші функцияны табайық. f x. Енді бұл дегеніміз түсінікті. 1 бөлінген мына жерге x-тің орнына 2-ден шыққан екінші теңдеуден шыққан, екінші функциядан шыққан мәнді қоям. Яғни, так, енді орнына қойсам, әкеп орнына қоятын болсам, бізде мынандай өрнек пайда болып тұр. Енді бұл жерде қарасақ, x кубпен үшінші дәреже қысқарады. Так, x кубпен үшінші дәреже түбір қысқарады. Үшінші дәрежелі түбір қысқарады. 1 мен минус 1 қарама-қарсы сандар жойылады. Және минус ол плюсті береді. Сол кезде бөлшектің бөлімінің қасиеті бойынша, яғни мына үштікті бірімен x-тің кубы қысқарады. Бөлшектің бөлімінің қасиетімен жауабы x шығады. Енді бұны асықпай зерттеп көрсеңіздер де болады. Ендігі мәселе, бұл жерде x шықты. Бұл үшінші теңдеу деп жазып, үшінші функция деп жазып қояйық. Үшіншіміз. Енді қызығы төртінші функциямыз f. Так, келесі функциямыз бізде береді, нені береді? Бізде болады, яғни ненің орнына x, мынаның орнына x қоятын болсақ, бізде болады 1 бөлінген үштікті бір астында 1 минус x кубты береді. Яғни төртіншіміз. Яғни бұл периодты айналып тұрады. 5 береді, 5-шіміз 2-ні береді, екінші функцияны. 6-шы 3-ті береді. Яғни біз 95 ретті, яғни 3 ретті айналатын есепке алсақ,
95 рет дегеніміз, значит, 95-іміз егер 96 так 3 ретті айналады деп тұрмыз ғой, 96 болса, 96 болса, ол 3-ге бөлінетін сан болса, ол бізде мұнаны беретін еді 96 болса, үшінші функцияның мәнін. Ал бізде 95 болған үшін 2 қалдық бар, бұл 95-ті жазамыз, 92 бөлігі 3-ге бөлінеді, және плюс 2 да. Яғни бізде екінші мұна функцияның мәнін береді 95 пен, бұл 95-шісі мен мұна 96-сы. Так, бізге 95 керек, 96 керек емес, 95. 95-тегі мәні, яғни бізде мәні үштікті бірасында 1 минус 1 бөлінген x-тің кубы. Енді бізге тап деген, нан тап деген есептің шартында x-тің орнына 19 деген мәнді қойып, есептеуіміз керек еді. Орнына қойып, жауапты алайық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Түсініксіз нәрселер болса комментарийда қалдырамыз. Ұнасы сабақ лайк басып қолдау көрсетіп отырайық.